Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Қазір бір қағаздан өздеріңіз таңдап алып шығасыздар. Сол сөзді түсіндіру керексіздер. Енді бұлай бастаймыз. Қарамаңыз. Енді түсіндіріңіз бәріне. Айту керексіз. Қой бағатын кісі. Қой бағатын кісі. Етші. Жоқ, басқа. Тамаша. Малша. Енді сөз таңдау құрметсізде. Қалтада сөздер жазылған қағаздар бар. Қатысушы қалта ішінен қарамай таңдап алған сөзін басқа қатысушыларға түсіндіру керек. Қағаздағы сөздің астына түсіндіру барысында айтуға болмайтын 4-5 сөз бар. Ол тапсырманы қиындату үшін жасалған. Яғни, ол сөздер ең жақын, ең оңай жолмен сипаттауға, түсіндіруге жол бермейді. Бұл маман иесі өте білімді болу керек және өзінің құқығын қорғау Заңгер? Заңгер юрист білесіңіздер. Жоқ, сіз маған қарадыңыз ғой, неге маған қарадыңыз? Сатып алуға өте жақсы көреді. Сатқина білесің. Алтын. Дүкен. Базар. Сауда үйі. күйеуіне бір Банкоматқа базар. бөлменің өздері. Тамаша. Біз жаңа келіскенімізде, біз сауда залы. Бізде кейбір кісілер ойнамай қалып кетіп жатыр да. Сондықтан біз кезекпенен береміз сізге. 1-9-0-0. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!